Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін видеода көріп тұрған боларсыздар. Орешка пісіреміз. Ол үшін құрғақ ингредиенттарды бір бөлек араластырып аламыз. Мына ыдыстың ішінде менде ұн, тұз және де разрыхлитель. Үшеуін жақсылап араластырып алдым. Ал енді үстіне қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып қоямыз құрғақ ингредиенттарымызды. Достар, орешканың құрамына қажет заттардың барлығын төменде описаниеда жазып кетемін міндетті түрде. Міне біздің құрғақ ингредиенттарымыз дайын. Енді ерітілген сары майымызды мен мына жерде қатты еріткен жоқпын, кішкене еріттім. Осы ерітілген сары майымыздың үстіне құрғақ ингредиенттарымыздың барлығын саламыз. Содан кейін 2 жұмыртқамызды шағып, ішіне жақсылап тесті дайындаймыз. Яғни жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде қолға жабыспайтын осындай майлы тесті пайда болды. Енді орешке жасаймыз. Ол үшін осылай кішкене көлемді алып, домалақтаймыз алақанымыздың көмегімен. Осылай барлық тестіден домалақ жасап шығамыз. Достар, мен шамамен 7 граммнан бөлдім шариктерімді. Егер де сізде весы болса, солай бөлуге болады. Немесе мен сияқты мына формама бірінші басып қараймын. Егер де көп болып тұрса, мөлшері ода кішкене азайтам. Ал жақсы болса, онда солай шарикті солай жасаймын. 7 грамм менде шариктерім. Солай барлық тестіден жасап шығамыз шарик. Алдын ала орешницамызды қыздырып қоямыз, және де осылай мен сияқты шариктерді салып шығамыз әр ұяшыққа. Және де қатты қызарып кетпесін қадағалап пісіріп аламыз барлығын. Жылдам піседі орешктер. Қадағалап отырасыздар. Достар, бұл орешкалар өте тәтті дәмі. Қолдан жасалған орешка өте өзгеше болады. Дүкен-дүкеннен байқасаңыз. Және де біздің бала күніміздегі жеген орешкалар әр күнге дейін хит осындай сұранысқа ие болғаны қуантады. Тағы да айта кетейін, егер де мен рецепттерім ұнап жатса, маған подписаться етіп, комментарий жазып, басқа да видеоларымды қарап, лайк басып кетіңіздер. Әлі де көп видеолар шығады алда. Егер де менің шыққан видеоларымды бірінші көргілеріңіз келсе, онда сол подписацияның қасында колокольчиктің
суретін басасыз да всегда оповещать дегенді басасыз. Достар, мен орешкаларым пісті. Осы орешкадан менде 52 штук орешка шықты. Осы піскен орешкаларымнан. Енді мен бұл орешкаларымның жанын барлығын пышақпен қырып алып тастадым. Видеода көріп тұрғаныңыздай, оны да қазір мына арасына қосып жібереміз. Ол үшін сгущенканы алып, бір банка сгущенканы, жаңағы орешканың сыртынан шыққан ұнтақтарының барлығын сгущенканың үстіне саламыз да араластырып аламыз. Жақсылап тұрып біркелкі мас болғанша араластырамыз. Міне достар, менің начинкам дайын. Енді орешкаларымызды жасап контейнерлерге саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмі ерекше болады, жасап көріңіздер. Кеңес беремін жасауға. Бұрынғы замандағы отқа қойып жасайтын орешницаларға қарағанда, қазіргі электрический орешницалар көлемі кішкентайлау болып келеді. Бірақ ыңғайлы. Достар, біздің орешкаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Егер ұнаса, сізден лайк. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.